Әбіқай ақын. Атақты ақын Әбіқай Нұртазин қазіргі Торғай облысындағы Жанкелдин ауданының Шиелі совхозында кедей отбасында дүниеге келген. Ес білген соң медреседе оқып хат таниды. Бірақ кедейлік деген шіркін тарықтырар, аяздай азап ойды қарып тұрар. Күрмеуге келмейтұғын қысқа жіптей қайтарып қайратыңды шалықтырар, деп ақынның өзі жырлағандай әрі қарай оқуына кедейлік қол байлау болады. Ақынның алғашқы туындылары қожа молдаларға, озбыр бай манаптарға арналады. Ақын олардың әділетсіз істерін әшкерелеп, әжуалайды, келекеге айналдырады. Бірде Әбіқайдың туысы Есжан деген кедей кісі Тосын болысының болысы Жақыпқа шабарман болып қызмет етеді. Оны ақын ұнатпайды. Сонда Әбіқай бір отырыста мақалдап: әкімменен дос болма, ағайынмен қас болма, жасауылмен ауыл болма, саудагермен тәуір болма. Онан да басқа жол тап, еңбек ет, егін сал, мал тап дейді. Бұл сөзге құлақ салмаған Есжанға арнап тағы да Қыранпаң мен Құладын деген мысал өлең шығарады. Әбіқай бұл өлеңінде Есжанға байлардың қорқау екенін, ашыққан күні жолдасына бас салатын ескертеді. Олардан бойыңды аулақ сал дегенді айтады. Бұл жалғыз Есжанға ғана емес, басқа да бай болыстардың қолшоқпары болып жүрген Есжан сияқтыларға арналған өлең. Адасып, Алласынан молды кеңдер, шарғысыз даулы сөзге болды шебер. Елінен садақа мен зекет өнбей, түрі бар шап беретін шендессе егер. Қадірлеп әкімдікті адалдықтан барады ісі қалмай пенде сенер. Өлеңді өнер деп білген өткір тілді ақын өлеңнің әр жолына мән беріп сөзіне жауапты қараған. Өлеңнің көркемдігі жағынан өз тұстастарының біразынан озық болғаны байқалады. Ол әсіресе өлеңнің музыкалылығына айрықша мән берген. Жақсы өлеңнің жұртқа жаяр жаршысы да, аршысы да әдемі ән ғой деп жазады ақын. Өлең туралы ойлар деген қара сөзінде: қазақ үшін әні жоқ өлең, сән жоқ сауда мүлкі тәрізді. Шіркін, өлеңді өнерде бұғар ұрпақты көрсем. Өлеңнің сараң жолдарындағы санқилы тәтті де ащы ойларды таразыға тартар азамат бесікте мекен, әлде есік күзеткен кәсіпте мекен. Өлеңді мәпелер өнер туса екен. Ақын осылайша тебірене армандайды. Үнемі ізденіп, тамаша талантын ұштай түскен ол бірде Абай өлеңдерімен танысады. Әбіқай Абайға жоғары баға беріп, оның ойлы да нақышты жырларына тәнті болады. Абай шығармаларының өз туындыларынан өресі биік тұрғанын жасырмай мойындап, оны сүйіп оқитынын айтады. Елуге келгенше есіміз кірмепті деп бастайды ақын бұл жөнінде. Абай өлеңдерін оқыдым. Егер дүниеде Абайдай алымды да ақылды ақын барын білсем, қалам ұстамаған болар едім. Ендігі тіршілікте өзім жетер, сөзім жетер жерге Абай өлеңдерінің шыңымен сырын уағыздай алсам, өзімді армансызбын дер едім. Абай өлең тәңірісі екен, біздікі пендешілік. Енді менен өлең күтпеңдер. Көсемат келсін деді қаршығадай, алқа бел келісерме шаршынамай. Жалқау деп жалтақ болса жоғалтушек, бірісі көңілімізге қалса ұнамай. Айтушек көсем түндеп құлынтайдай, тұрар ма ат мінгендер мал сынамай. Өткірі көсем аттың қалың топқа тай салмай кірушеді тарсынадай. Асыбек ат әбзелге ағайыннан болмаса орынборлық алшынадай. Ақынның өлеңдерінің көбі шұбыртпалы ұйқаспен жазылған. Аз айда айта берер жат кеңесім, тыңдаушым табарым жоқ тап демесін. Жоқ күнді жоқтағанға таусылар ма, ал енді қысқартайын ат кеңесін. Белдеуде бедеу байлап мінген едім, кер тоғры керіскедей ат кемесін. Етіңе таңба болып жүрекке дақ, мөр болып сүйегіне батшы мешіл. Әбіқай ит жүгіртіп құс салып жүйрік мініп аң аулаған 8 қырлы сер адам болған. Мұны аңшылықты аңсау деген өлеңінен де аңғарамыз. Па шіркін, қырда қызық осы бүгін, жортар мен
Ақөзектің орғыл құмын, мұнартқан сарт осынның аңын аулап, құс салып ит жүгірткен қайран күнім. Ақшақар таң алдында жауған сонар, қызығын естіртіп тұр өткен күннің. Жетте бас желке қияр нағыз екен, естімең шаңқылдаған қыран үнін. Қажыған қайрат кеткен қарияны жел сөзбен жұбатасын құрғақ тілім. Өлең көркі ұйқасы деп жазады ақын. Ұйқасыз өлең болмайды. Бір буынды ұйқас өлі туған төл. Ол кісінің құлағына қонбайды. Ондай өлеңнің иесі ақын болып та оңбайды. Екі буынды ұйқас қаңқасы қалған көтерем. Қанша мәпелесең де мал болмайды. Көтеремде көрік бола ма? Көтерем өлеңнің көк жасығы кімнің мейірін қандырады. Үш буынды ұйқас жара өлең, жақсы өлең, ұшқыр өлең. Шіркін, мұндай өлеңнің іші де сұлу болса екен дейсің. Әйтпесе сыр сипатына мін тағалмайсың. Төрт буынды ұйқас балталасаң бұзылмайтын, көкейіңнен мәңгілікке сызылмайтын ойлы өлеңнің көркі. Қазақтың қара өлеңі үшін жаралған ұйқас осы төрт буын. Онсыз ұзақ жолды шұбыртпалы ұйқасты өлеңіміз адырап, әріп өлеңдік қасиетінен айырылып қалады. Бес буынды ұйқас өлең үшін шарт емес. Еркін ақын бес буынды еркелетем десе, кім кінәлайды дейсің? Ондай ұйқасты Абайдың 8 аяғынан көрдім. Әбіқай Нұртазин заманның озық ойлы өткір тілді ақындарының бірі. Өкініштісі, оның өлеңдерінің көбі сақталмаған. Бізге жеткені ел аузынан жазылып алғандары. Әбіқай ақынның баласы Ахметжан да сөзге жүйрік шешен, суырып салма ақын әрі әнші.